Миллионер шейхтің баласы ұшақта тоқтаусыз жылады. Сол кезде қарапайым әйел ойға сыймайтын нәрсе жасады. Италияға бағыт алған сәнді әуе лайнерінің бизнес классында нәрестенің зарлы дауысы жаңғырып тұрды. 7 айлық Юсуф есімді сәби қуатты да ауқатты шейх Карим әл-Фарухтың ұлы еш тыныштала алмады. Оның айқайы барған сайын күшейіп, тынымсыз истерияға айналып, тіпті ұшақтың қабырғаларын дірілдеткендей болды. Жолаушылар мазасыздана қарап, біреулері наразылықпен бас шайқап, кейбіреулері шыңғырып тұрған дауысты естімеу үшін құлақ қаптарын киіп алды. Карим шығыс іскерлер ортасында темірдей салқынқанды басшы ретінде танылған, өмірінде алғаш рет өзін дәрменсіз сезінді. Үздіксіз үтіктелген костюмде, мінсіз сақал мұртпен және қымбат сағат таққан ол үшін мұндай сәтте сырт келбеттің құны қалмады. Қолында жылаудан қызарып кеткен ұлын әлдилеп отырды. Жылы сүт құйылған бөтелке көмектеспеді, сүйікті ойыншыға алаңдатпады, ал тербеткен сайын сәби одан әрі қатты жылады. Каримнің жүрегін шарасыздық қыса түсті. Ол жақында ғана қайғылы жағдайда қаза тапқан әйелі сұлу Нәдирені еске алды. Ол оның сүйеніші, баласының анасы еді. Енді осындай қиын жағдайда сәбиімен жалғыз қалған ол менмендігінің қабырғалары қирап бара жатқанын сезді. Қарапайым ер адам болса, көмек сұрар еді. Бірақ әрқашан бәрін өзі шешіп үйренген, өзгелерден жоғары тұруға дағдыланған шейх тіпті стюардессаның көмегін де қасарыса қабылдамады. Оның тәкаппарлығы әлсіздігін мойындатпады. Осы кезде жанында қарапайым ғана әйел отырды. Оның есімі Елена, ол шағын клиникада балалар медбикесі болып жұмыс істейтін. Бұл рейске ол да кездейсоқ болған еді. Мінезі момын, өзгенің ісіне араласпауға бейім болған ол әуелі кітап оқуға тырысты, құлаққап та киді. Бірақ жүрегі сәбидің әрбір айқайынан қысылып отырды. Ол мұндай жылаудың ненің белгісі екенін жақсы білетін. Бұл жай дыбыс емес, көмекке шақырған жан айқайы еді. Әр жолы Елена шейхқа қарағанда оның көзінен жасырылмайтын сезімді көрді, қайғы, абыржу мен іштей төгіліп тұрған жас. Сол сәтте оның ұяңдығы қайсарлыққа орын берді. Қарапайымдылығына қарамастан, ол баяу орнынан тұрып, ер адамға жақындады. Кешіріңіз, деді ол сыбырлай, аздап кідіріп, мен балаңызға көмектескім келеді. Мен балалар медбикесімін, нәрестелермен жұмыс істеймін. Мүмкін, не істеу керегін білемін. Карим жалт қарап, оның жүзіне қадалды. Күмән мен шаршау анық байқалып тұрды. Ол тағы да бас тартпақ болған, бірақ дәл сол сәтте Юсуф сондай ашы айқай салды, еріксіз селт етті. Оның тәкаппарлығы шыдас бермеді, шарасыздығы анық байқалып қалған еді. Елена сәбиді қолына алды да ойға сыймайтын нәрсе жасады. Елена сәби Юсуфты кеудесіне аса бір нәзіктікпен қысып ұстады. Мұндай жылылық пен тыныштықты тек кішкентайларды жұбатып үйренген адамдар ғана бере алатын. Оның қимылдары баяу, бір қалыпты, тіпті табиғи еді. Жылы даусымен ол бала кезінде әжесінен естіген ескі әлдейін сыбырлап айта бастады. Бірнеше минут өтпей-ақ нәрестенің жүректі жаралар айқайы бәсеңдей бастады. Әуелі әлсіз қыңқылға, артынша ұзақ күрсінуге айналды. Кішкентай басы Еленаның иығына сүйеліп, баланың бүкіл денесі босаңсып, тәтті ұйқыға кетті. Бизнес кластағы салонда бір сәтте тыныштық орнады. Әлі де біраз уақыт бұрын ашулы көзқарастарын тастап отырған жолаушылар енді таңданыспен, жылылықпен қарады. Кейбірі күлімсіреп, кейбірі бір-біріне таңырқай қарасты. Құлаққа тағып отырған ер кісі сыбырлай, бұл ғажайып қой, деді. Карим үнсіз қалды. Көзі тек баласына қадалған. Ұлы өзі үшін бейтаныс әйелдің құшағында тыныш ұйықтап жатыр. Жылдар бойы оны қорғап келген беделі мен байлығы, тәкаппарлығы мен билігі осы сәтте түкке тұрғысыз еді. Өзінің күші мен құдіреті жете алмағанды осы қарапайым әйел жылы құшағымен ақ жасады. Қалай жасадыңыз мұны? Деді ол дірілдеген үнмен. Елена оған мейіріммен қарады. Бұл сиқыр емес, мырза. Балалар өздерін құшағына алған адамның көңіл күйін сезеді. Егер үрей, ашу немесе мазасыздық болса, олар да солай мазасызданады. Ал егер жылулық пен қауіпсіздікті сезсе, тынышталады. Осы сөздер Каримнің жүрегіне найзадай қадалды. Бұрын соңды ешкімнен мұндай шындықты естімеген. Ол өзінің ішіндегі уайым мен қайғыны, сүйікті жары Нәдирені жоғалтқаннан кейінгі жан күйзелісін баласына сездіріп жүргенін ұқты.
Қалған сапар бойы Елена сәбиден қол үзбеді. Оны әлдилеп маңдайынан сипап, кішкентай қолын нәзік ұстап отырды. Карим болса көзін ала алмады. Бірнеше айдан бері жүрегін торлаған қараңғылықтан кейін алғаш рет үміт сәулесі пайда болды. Ұшақ Милан әуежайына қонғанда көптеген жолаушылар Еленадан көз алмады. Кейбірі жылы жымиып алғыс білдірді, тіпті бір қария әйел сыбырлай: «Сіз тек баланы ғана емес, оның әкесінің жүрегінде құтқардыңыз», деді. Карим әуе кемесінен түсерде Еленаға жақындады. «Сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін. Егер сіз болмағанда не істерімді білмес едім». Ал кішкентай Юсуф бақытпен жымиып ұйықтап жатқанда әлем сыбырлап тұрғанда еді. Ғажайыптар бар. Олар тек жүрегіңді ашқан кезде келеді.